Lexus IS 250. Төрт дөңгелектен жайқы, протекторлары жақсы. 2008 жылы шығарылған, объемы 2.5. Коробка автомат, басы $9500. Люк бар. Мына жауы екен, мынанда көрсетіп қояйын. Қара кожа, монитор, подогрев сиденье, обдувтармен қоса. Honda Accord жаңы эле келди дейт эси. Кореядан бы? Ошондо? Кореядан. Адашпасам 9-чу поколенияда болуш керек. Билгендер болсо жазып коюңуздар комментарийге. Тура эмес айтып атсам. Онда куюлган дистерде 4 дөңгөлөк тең жайкы. 2016 жылы чыгарылган, объему 2.4. Есім байланыш номерлері. Коробка автомат, люк. Бұда ем дизайн ая қозы бұна. Көрінөлі тұрат ем. Нолардағы кожа. Имитация емес, кожа таза. Отыруштар кожа, электроприводта. Антизанос, авторучник, круиз-контроль, мультируль. Монитор деле мынандай эко экен, бул жагында, жана бул жагында. Климат контрольда электронный, двухзонный старт-стоп. Шундай комплектация жакшы эми мунда. Пробег канча болуп калган эле? 60 000 километр. Басы қаншалы? $17 000 доллар. Lexus RX 350. Екі мың жетінші жылы шығарылған, объемы 3.5. Bası $13.200. Esim байланыш номері 558 16 16 10. Люк бар. Жауық көрсетіп қойыралы шынтық. Honda CR-V 3 2013 жылы чыгарылган, объемы 2.4. Басы $11 000. Коробка автомат. Audi адашпасам Q3 же Q5. Билгендер болса да комментарийге жазып коюңуздар. Эси жок экен. Сурап билип коеюн десем, бирок Audi'ni сурангандар бар эле, кээ-биркилер даже ушу Audi'га өтө капа болгонсузбу, вообще тартпай койдуңуз го деп жазып койгондор да. Мына эми Audi өзү сейрек кездешет. Мына базарда ошого мындай кээ-бир деле тапканга туура келип калып атат. 2013 жылы чыгарылган Q5 экен. Мынакей кагазында жазылып турат. Объему 2 TD деп жазып койтур, дизель экен. Басы $11 000. Есим байланыш номери 777 71 11 14. Что? Kia K5. Екі мың 16 жылы чыгарылган, объему 2, заводской газ, есим байланыш номери 551 66 23 87. Салон көрсетіп қолы.
Отырғыштары қара, кожа, монитор мынандай планшет түріндегі чоң екен. Пробеги қаншаны көрсетеді? 151 000 километр көрсетіп отады. Люк жоқ екен, а? 12 000 доллар ма? Айтылыш басы 12 000 доллар. Доллардың курсын айта кетейін, ақырғы мәліметтер бойынша 80 сом 60 тиын болып отқан. Орыс рублі 1 сом 4 тиын. Honda Jazz 2004 жылы шығарылған, коробка автомат, басы 6,5 мың доллар. Toyota Camry 40 кузовта 2009 жылы шығарылған, объемы 2.5, басы 9,5 мың доллар, ейсін байланыс номері 551 76 76 59. Toyota Camry 50 кузов, американец 2013 жылы шығарылған, объемы 2.5, гибрид, басы 12 800 доллар. Салон көрсетіп қойын. Honda Civic 2011 жылы шығарылған, объемы 1.5, коробка автомат, басы 7,5 мың доллар. Гибрид дейді. Салонна көрсетелі. Мультироль, климат контроль 2 жоқ, бір зоналы екен, электронный. Круиз контроль бар. Отырғыштары мынандай ткань материалда. Hyundai Santa Fe 2009 жылы шығарылған, объемы 2, дизель, басы 8,5 мың доллар. Люк бар. Toyota Prius 2013 жылы шығарылған, объемы 1.8, басы 9,5 мың доллар. Honda CR-V 2 объемы 2 екен. 2002 жылы шығарылған, коробка автомат 4 ВД, ейсін байланыс номері 776 80 40 40. Инdir bürüğü akça karızda bürüğü, cene alуда. Oşondeyle ularınızda karızda alu meni bürüğü, özünüzdeki sağ olmuşlar. Saytalayın. Unağını karızda alu meni Жоқ, жоқ. Отырғыштары қара кожа. Басын қанша дедіңіз, 7,5 мың доллар. Toyota Camry 50 кузов, американец. 2012 жылы шығарылған, объемы 2.5. Басы 11 800 доллар. Subaru'nu сұрағандарда аябай көп эле. Subaru Outback
мынандай жаңырақ кузовунда 2013-жылы чыгарылган авионго 2.5 тилекке каршы баасы жазылып аптыр. Кимге кызык болсо мынакей телефон номерлерин көрсөтүп коеюн ээсинин. Бирөөсүн дагы ооз айтып коеюн. 550 21 85 85.